Ассалаумағалейкум. Қазір біз сүзбелі чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бисмиллах деп 100 грамм маргарин немесе сливочный майын қолдансаңыздар болады. Кейін 300 грамм ұнымызды елегіштен өткіземіз. 5 грамм қопсытқыш, 1 шымшым ванилин, болмаған жағдайда ванильді қанттан 1 ас қасық салып, ұнымызды толықтай елегіштен өткіземіз. Майымызды ұнға үгеміз. 100 грамм қант салып, тағы да бір жақсылап үгіп араластырып аламыз. 1 шымшым тұз және 1 жұмыртқаны салып, ұнымызды илейміз. Бұдан басқа ешқандай артық затты қоспаймыз. Не өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қамыр илегеннен кейін шығады. Оны мұздатқышқа 10 минут салып қоямыз. Осы уақыт аралығында ішіне салатын салмамыз дайындаймыз. 400 грамм сүзбеге творогқа 2 жұмыртқа, 50 грамм қант, 1 шымшым тұз, ванильді қант 1 ас қасық, 33% сливки болса 100 мл, болмаған жағдайда мен сияқты 70 мл сүтке 20-10 грамм маргарин салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сүзбелеріңіз әдемі бір келкі, көтеріңкі болу үшін оны жақсылап тұрып араластырғаныңыз жөн. Егер миксерлеріңіз болса, миксермен араластырсаңыз керемет болып көтеріліп тұрады. Және де мен тағы да ішіне банан салмасын салатын боламын. 2 штук бананды езіп аламын. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып формаға бір келкі етіп орналастырамыз және ішіне банан езбесін саламыз. Егер банан салмайым десеңіздер де болады. Кейін үстіне сүзбелі сұйықтықты құямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Қамырымыздың шеті қызарғанда чизкейктің дайын болғаны. Духовканы өшіріп, чизкейкті суытып аламыз. Кейін формамыздан абайлап шығарған жөн. Егер әдемілеп әрлеймін десеңіздер, жидектерді пайдалансаңыздар болады. Ұнаса біздің YouTube каналымызға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Комментарий жазып қалдырыңыздар. Бәріңізге ас болсын.